Ассалаумағалейкум. Мен мына жерде Қайнар ауылына келіп қыдыруға келдік. Міне таулы аймаққа. Бұл енді менің мен бажаларым мына жақта мені күтіп отыр, шашлык пісіріп машинамен андамдай дастархан жасап. Мен аяқ астынан неге шығып кеттім, тауға шығып кеттім. Оған шейін міне өздеріңіз көргенде ақ көйлек, ақ шалбармен, туфлимен шығып кеттім. Ал егер мен специально дайындап келген кезде ана таудың басына да шығуға дайынмын, иншалла, Алла қаласа. Ана таудың басына дейін. Сол себептен адамдар бизнес бағытымен айналып келсек, адам мұндай құздан сразу бірден шығу қиын. Шығатындар бар, бірақ өте қиын. Сол себептен бизнес бағытында бірінші андай жерлерден кішкентай тау, үлкен тау өйстіп қарға шыға береді. Ал бірден бұлай құздан шығу өте проблема. Құласаң оңбай құлайсың. Сол себептен адамдар қай уақытта да жаймен тауға шығып, жаймен деп қарға шығып, сөйтіп жағын істеу керек. Шығу керек биікке. Кім биікке шығалса, сол міндетті түрде бизнестің ең биік шыңдарына шыға алады. Сол себептен адамдар бар қорқады биікке шығуға. Кейбір адамдар бар биікке шығуға құмар. Сол себептен биікке шығуға ешқашан қорықпаңыздар. Бірден қарып шығам деп құлап қалмаңыздар. Кішкентай қырдан бастап жоғары қырға нені өзгерте берсеңіз, өзгертпей тек алға тел қойсаңыздар, бұрышқа барам деп. Сол сияқты кішкентай таудан бастап шығасыздар. Көш жүреді дейді. Жаймен опыт аласыздар. Сөйтіп қырға қалай шыққандарыңызды білмей аласыздар. Жерден тұрған кезде қыр таудың басы өте биік болып көрінеді. Сода қорқынышты. Ал бірақ бастап кеткен жағдайда бизнесті, ол қырдың басына, таудың басына, бизнестің басына қалай жеткендеріңізді білмей аласыздар. Сол себептен қай уақытта да ештеңеден қорықпау керек.